Vocabulary Elementary 3-ші сабақ. Бізде мынақта have деген сөзбен қандай сөздерді қолданса болады, қандай сөз тіркестері болады. Have деген бар болу немесе бірдеңе жасау. Оның тек қана бір мағынасы бар емес, қасына қосылған сөзге қарай мағынасы өзгереді. Біріншісі, what can you have? Сен не істей аласың? Мысалы, you can have lunch. Have lunch. Обед жеу. Have a party. Party деген бізде кеш, вечеринка. Have a party, вечеринка жасау. Дальше, have a lesson. Сабақ болу. То есть, сабаққа бару, сабақ болу, да? Have a cup of tea. Have a cup of tea. Ол бір стакан шай ішу немесе кофе. Have a cup of coffee. Жаңа бір шыны кофе ішу. Дальше, have a shower. Душқа түсу. Душ бар болу емес, душқа түсу болады. Енді, мына жерде бізде тағы да мысалдар бар. Міне мына мысалдар. Бұның барлығы have деген сөзбен қолданса болады. Мысалы, мына жерде тамақ жейтін туралы болса, have lunch, обед жеу. Have dinner, кешкі ас жеу. Have breakfast, таңғы ас жеу. Have a meal, жалпы тамақ жеу. Бір тағам жеу, тамақ жеу. Бұл не обязательно, то есть мына lunch, dinner, breakfast үшеуінің біреу болуы мүмкін, то есть жалпы үшеуіне айтылады have a meal. Дальше have something to eat, бірдеңе перекус жасау. Something to eat, прям кәдімгідей тамақ жеу емес, бір андай жеңіл бірдеңе жей салу. Келесі, have a party, кеш жасау, вечеринка жасау. Have a meeting, кездесу жасау, біреумен кездесу. Have a competition, competition деген жарыс, біреумен жарыс болу, жарысқа қатысу. Дальше, have a game of, бірдеңе ойыны бар болу, то есть бір ойын болу, бірдеңе ойнау. Have a game of football, футбол ойнау. Have a game of chess, шахмат ойнау. Have a game of cards, карт ойнау. Дальше, have a lesson, сабақ болу. Have an exam, экзамен бар болу. Менде экзамен бар деген. Have homework, үй жұмысы болу. Үй жұмысы, менде үй жұмысы бар деген. Дальше, have an appointment. Appointment деген запись. With the dentist. Жаңа дантист, стоматологқа запись. По записи уақыт бойынша бар бол. То есть, у меня есть запись на стоматолога. Стоматологқа бір жазылып қойған уақытым бар. Дальше, have tea, have coffee. Шай ішу немесе кофе ішу. Мына жерде cup of tea немесе просто tea десе болады. Cup деген жаңағы бір шыны. Шыныны айтса да болады, айтпаса да болады негізі. Просто have tea, have coffee десе болады. Have a drink, бірдеңе ішу. Have a drink деген просто су ішу, напиток ішу, сондайларға келеді. Have a sandwich, сэндвич жеу. Да? Have an ice cream, мороженое жеу. Have some cheese, кішкене сыр жеу. Some cheese, ол кішкене сыр жеу. Дальше, have a shower, душқа түсу. Have a bath, ваннаға түсу. Have a swim, бірдеңеде жүзу, да, поплавать где-то. Have a sauna, баняға бару. Okay. Дальше, мына жерде expressions with have. Have дегенмен қолданатын сөздер емес, expression, сөз тіркестері. Оның кішкене басқаша мағынасы болуы мүмкін. Мысалы, is that your camera? Мынау сенің камераң ба? Can I? Мен мынаны істесем бола ма? Не істесем бола ма? Have a look. Қарасам бола ма? Можно мне посмотреть? Көрсем бола ма деген. Have a look деген бірдеңені көру, қарып көру. Дальше, is that your bicycle? Мынау сенің велосипедің ба? Can I have a go? Have a go деген айдап көру, қолданып көру. Can I have a go? Have a go деген қолданып көру. Егер велосипед болса, велосипед айдап көрсем бола ма деген сөз. Дальше, goodbye, пока, сау бол. Have a good journey. Жақсы саяхат тілеймін. Good journey, good деген жақсы, journey деген саяхат. Have a good journey, ол сен біреуге тілек айтып жатсың. Жақсы саяхат тілеймін деген сөз. Дальше, do you have a moment? Сенде бір момент, бір кішкене бос уақыт бар ма? Do you have a moment? Moment деген бір момент. Сенде бір сәт бар ма деген прямой перевод, бірақ негізі бос уақытың бар ма деген сөз. Have a moment, бос уақытың бар ма?
Can I have a word with you? Have a word with somebody. Have a word біреумен сөйлесу. Сенімен сөйлессем бола ма? Can I have a word with you? Сенімен сөйлессем бола ма? A word. Word деген сөз. Have a word сөз бар болу. Бірақ сөз бар болу деген мағынасы келмейді да. Сол үшін бұның мағынасы аударылғанда сенімен сөйлессем бола ма? Speak to you. Speak деген сөйлесу. Have a word. Speak дегенге келетін айды. Бірдей мағына береді. Дальше. We always have a good time in our English lessons. Біз әрдайым have a good time, жақсы уақыт өткіземіз. Жақсы уақыт өткіземіз in our English lesson. Сабақ, ағылшын тілі сабағында. Have a good time, ол жақсы уақыт өткізу. Дальше. I'm going to, мен істейін деп жатырмын. Have my hair cut. Have my hair cut. My деген менікі, hair деген шаш, cut деген кесу. Have my hair cut, мен шашымды алдырамын. Okay? Дальше. I want to learn to ski. Мен қалаймын үйренуді to ski. Ski деген бізде шаңғы тебу. But I don't have time. Бірақ менде уақыт жоқ. Бос уақытым жоқ деген сөз. Don't have time. I have time, I don't have time. I don't have time деген бос уақытым жоқ деген сөз. Дальше. Бізде have been, have got деген екеу мағынасы бірдей негізі. Бірақ I have time, have my hair cut, have a good time, I have tea, I have breakfast деген ол бізде формал, официальный түрі, сыпайы түрі, официальный, ресми түрі, я? Жазуда осылай жазамыз. Have деп. Бірақ егер сөйлейтін болсақ, неформальный, то есть ауызекі сөйлеу түрінде просто have got десек те болады. Екеуі мағынасы бірдей, ешқандай қате болмайды. Бірақ егер жазуда have got десең, онда ол қате болып саналады. Поэтому жазуда байлаңдар, have деп қолданасыңдар. Енді, мысалы, I have got 3 sisters. Менде бар 3 әпкем. Have you got any brothers and sisters? Сенде бар ма? Мына жерде просто сөйлесіп жатыр. Сенде бар ма аға немесе әпке? Енді my house is big. Менің үйім үлкен. It's got, ода бар, то есть үйде бар 5 bedrooms. 5 спальня бар. It's got. It has got. It has got болады, я? Енді мына жерде қазір жазып кетейін. Have және has деген бар, я? Егер I, we, you, they болса, мен, біз, сен немесе сендер, олар болса, онда бізде қолданылады have. Егер бізде he, she, it немесе бірдеңенің бір штугы болатын болса, онда бізде has болады. Окей? Мынада как раз it деген болады, значит has болады бізде, поэтому it has got 5 bedrooms. Енді we have got 10 minutes. Бізде бар 10 минут before the train goes. Пойыз кетуге дейін. Пойыз кетуге дейін 10 минутымыз бар. Have you got a pen? Сенде ручка бар ма? Деген сөз. Дальше, in a shop, магазинде. Do you sell postcards? Сендер сатасыңдар ма? Марка. Посткарт деген бізде открытка сатасыңдар ма? Енді жауап береді. Yes. Yeah, but we haven't got any at the moment. But, бірақ, біз haven't got, бізде жоқ. Any, любой, at the moment, дәл қазір. То есть біз сатамыз, бірақ бізде ол қазір жоқ. Вообще, қайсын таңдасаң да любой жоқ, бізде ол бітіп қалды деген сөз. Енді, I've got a problem. Менде проблема бар, менде бір мәселе бар. I've got a problem. Can I have a word with you? Мен сенімен сөйлессем бола ма? Жаңа have a word деген нәрде айттық қой. Have a word нәрде. Вот как раз сол жерде қолданылып жатыр. Can I have a word with you? Сенімен сөйлессем бола ма? Have a word деген бізде қысқаша. Анда прям отырып сөйлесу емес бірнеше сағат. А просто бір-екі сөз айтсам бола ма деген сөз. Бір ауыз сөз деген сол have a word. Енді I've got a cold. Маған суық деп қалды.
got a cold деген have got a cold ол суық тиіп қалу деген сөз. Или I've got a headache. Headache деген бас ауру. Менде басым ауырып жатыр, маған суық тиіп қалды. Енді have дегенмен тағы да бізде have to деген бар. Have to дегеннің мағынасы мәжбүр болу. То есть мен осыны істеу керекпін. Басқа выход жоқ. Да, have to деген. Нәрде have to деген жоқ, вот нәрде have to деген форма бар да сондай. Егер have to do something болса, онда мен бірдеңе істеу мәжбүр боламын деген сөз. Мысалы, we use have to, біз қолданамыз have to дегенді when the situation means you must do something. Когда ситуация сондай, то, что сен бірдеңені must, сен мәжбүр боласың бірдеңені істеуге. Да? Мысалы, the museum's not free. Музей емес, бесплатный. Музей бесплатный емес. You have to pay, саған төлеу керек $1. Енді all students, барлық студенттер have to do the exam. Экзаменді жасау керек, экзаменді тапсыру керек. I haven't got a car. Менде машина жоқ. So, сол үшін I have to walk to school. Сол үшін маған мен мәжбүрмін жаяу жүруге walk to school, мектепке. Okay? Енді тапсырмаларды істейік. Нәрде? Fill in the gaps-на бос орындарды толтыру керек. Сөйлемдердегі use words from A, мына сөздерді қолдан, A мен B-дан қолдан дейді. Не мына жердегі A және B-дан сөздерді қолдану керек. Мына сөздер жазып алған шығарсыңдар, әрқайсының мағынасы бар. Соған қарай мына жерге сөздерді қоямыз қазір. Енді I always have, мен әрдайым бар болады, немесе жеймді, нені? For breakfast, таңғы асқа. Таңғы асқа біз не жейміз? Екі зат жазу керек. Таңғы ас, так, мына жерде бізде тамақ туралы мынау болады. Тамаққа бізде tea болсын, біріншісі шай және cheese, some cheese. Чай және сыр. Да, осы екеуін жазайық. I always have tea and some cheese for breakfast. Мен әрдайым шай және кішкене сыр жеймін таңғы асқа. Дальше, I have an with a dentist. Дантистпен сағат 3-те менде бар. Так, жазылып қою докторға бізде ол нәрде appointment болады. Енді have an appointment. I have an appointment. Менде бар. Жазылып қойған уақытым дантистпен сағат 3-те. Do you want to have a game of? Сен қалайсың ба? Ойын. Ойын ойнауды. Game of. Ойын. Так, мына жерде бізде ойын деген мына жерде. Значит, осының, ну давай, пусть будет шахматы. Шахмат ойнағың келе ма деген сөз. Давай бір рет шахмат ойнайық деген сөз. Келесі. Jane's having a on Saturday. Jane'да бар суббота күні. Are you going? Сен барасың ба? Суббота күні Jane'да барасың ба? Да, шу барлығын шақырып жатыр. Егер барлығын шақырса, значит, ол кеш ұйымдастырып жатыр. A party. Ода вечеринка жатыр. Jane's having a party on Saturday. Дальше, do you want to have? Сен қалайсың ба? Бірдеңе, да? The bathroom's just there. Ванная ана жақта. Ванная ана жақта. Ванныда не істесе болады? Бізде жуынса болады. Жуыну туралы бізде мына жерде мына бар. Do you want to have a shower болсын? Да, do you want to have a shower? Душқа түскің келе ма? Do you want to have a shower? Дальше. I haven't, менде бар, ертең. So I have to study tonight. Сол үшін маған мен мәжбүрмін оқуға, дайындалуға, да? Осы түні, tonight. Осы түні мен оқу керекпін, себебі менде ертең бар. Егер осы түні оқу керек болса, значит, сен ертең бірдеңе тапсырасың. Ол бізде обычно exam. I have an Так, подожди, мынаны өшіп түсейін. I have an exam tomorrow. Дальше, we must have, біз мынаны істеу керекпіз.
to talk about, сөйлесу үшін, these problems, осы мәселелер туралы сөйлесу үшін, біз проблеманы шешу үшін біз обычно кездесу жасаймыз. Have a meeting. We must have a meeting. Біз кездесу керекпіз, кездесу жасау керекпіз. I'm going to the cafeteria. Мен барамын кафетерияға. To have a бірдеңе жеу үшін шығар. Do you want to come? Сен барасың ба? Сен барғың келе ма? To have a бірдеңе ішу үшін, бірдеңе шай ішіп алайық деген типа. Или сол ішіп алайық. To have a drink болсын. To have a drink. Дальше. The hotel has a swimming pool. Отельде бар swimming pool, бассейн, жүзетін бассейн, жүзуге арналған бассейн. So, сол үшін we can have, біз істей аламыз every day. Күнде. Біз күнде не істей аламыз? Have a swim. Жүзу. Сол үшін біз күнде жүзе аламыз. Have a swim every day. We can have, біз наны істей аламыз? Before the film. Фильмге дейін. Or, немесе, we can eat after it. Біз жей аламыз содан кейін. We can have, фильмге дейін біз не істей аламыз? Фильмге дейін жеу болса, значит, нәрде бірдеңе табу керек. We can have something to eat. Бір перекус жасай аламыз. Фильмнің алдында перекус жасайды. We can have something to eat. Біз перекус жасай аламыз фильмге дейін. Енді, answer the questions about yourself. Жауап бер сұрақтарға about туралы сен. Сен туралы сұрақтарға жауап бер. Давай жауап берейік. Have you got, сенде бар ма? Any, любой, brothers or sisters, сенде бар ма? Жалпы сенде бар ма? Ағалар немесе әпкелер, сенде бар ма? Yes, I've got, мысалы, 2 brothers. Менде бар 2 аға. What time do you have English lessons? Қай уақытта сенде болады ағылшын тілі сабағы? I have English lessons. Мысалы 9-да at 9. Дальше, what do you have for lunch? Сен не жейсің обедке? Жалпы обедке не жейсің? Да, каждый день. I have, мысалы, сэндвич. Сэндвич қалай жазылатын еді? Have a sandwich. Дұрыстап жазайық. Have a sandwich. I have a sandwich for lunch. Обедке сэндвич жеймін деген сөз. Дальше, do you have to go? Have to go, да? Сен мәжбүрсің баруға. Сен мәжбүрсің ба баруға? To lessons every day. Сабаққа күнде. Иә. Мен сабаққа күнде баруға мәжбүрмін. Yes, I have to go. Have to деген мәжбүрмін. I have to go. Мен мәжбүрмін баруға. Бару керекпін. I have to go to lessons. Сабақтарға. Every day. Күнде. Дальше. How many pens? Қаншалықты көп ручка? Have you got? Сенде бар. With you. Сенімен бірге қазір. Сенімен бірге қазір қанша ручка бар? Менімен бірге I've болсын. I have got 2 pens. Менде бар 2 ручка. With me. Менімен бірге. Менімен бірге қазір менде 2 ручка бар. Дальше. Do you always have? Сен әрдайым have a party. Вечеринка жасайсың ба?
on your birthday. Сенің туған күніңе. Сен туған күніңе әрдайым вечеринка жасайсың ба? No. I don't. Жоқ, мен емес. Always жасаймын. Have a party. No, I don't always have a party. Жоқ, мен әрдайым вечеринка жасамаймын. What do you usually have when you go to a restaurant? Сен ресторанға. What do you usually have? Сен обычно әдетте не жейсің? Сен не жейсің обычно? Сол кезде when, да? Қай уақытта? You go to a restaurant. Сен ресторанға барғанда. Сен ресторанға барғанда обычно жалпы не жейсің? I, мен, әдетте, usually, have a cup of coffee болсын. A cup of coffee. Мен әдетте ішемін бір шыны кофе. Ресторанға барғанда. Келесі, мына жерде бізде кроссворд бар. Осы кроссвордты шешу керек. Бізде мына жерде көрейік. Бір дейді, бір мына жаққа бізде. You have it in a restaurant. Сен бар болады ол ресторанда. Ресторанда бар болады. 4 әріп. New. Menu. Келесі, үшінші. Үш мына жерде. People often have one on their birthday. Адамдар жиі жасайды оны өзінің туған күніне. Өзінің туған күніне адамдар не жасайды? Вечеринка жасайды. Party. Келесі бесінші. Бес міне мына жерде. Do you want to have? Сен қалайсың ба? Of tennis. Tennis деген ойын. Do you want to have a game? Ойын. Ойнайсың ба? Теннис ойнайсың ба? Так. Екі міне мына жерде. You have it at school or university. Сен ол болады мектепте немесе университетте. Конечно же, ол экзамен. Дальше. If you don't like coffee, егер саған ұнамаса кофе, you can have, сен іше аласың. Шай. Tea. Так, нәрде tea болады. Келесі. What do you say? Не деп жауап бересің? Не деп айтасың? Someone is thirsty. Біреу шөлдеп жатыр. Why don't you have? Неге сен мынаны істемейсің? Why don't you have? Егер шөлдеп жатса, why don't you have something to drink? Сен неге бірдеңе ішпейсің? Бірдеңе ішіп асай деген сөз. Someone is going away. Біреу кетіп жатыр. Go away деген кету, бір жаққа кетіп қалу. Енді біреу кетіп бара жатса, біз пока дейміз. Have a, тілек айтамыз. Have a good journey. Жақсы саяхат болсын деп тілек айтамыз. Дальше, someone sneezes. Sneeze деген бізде түшкіру, ачу деп тұр нәрді. And has a red nose. Және ода қызыл мұрын. Nose деген мұрын. Мұрны қызыл және түшкіріп жатыр. Енді не дейміз? Oh, have you got? Сенде бармады? A cold. Got a cold деген, have got a cold деген суық тию. Саған суық тиіп қалды ма деген сөз. Someone has a new camera. Біреуде жаңа камера. Енді біз сұраймыз. Is that new? Мынау жаңа ма? Can I have? Мен мынаны істесем бола ма? Не істесем бола ма? Камера жаңа, біз көргіміз келеді. Can I have a look? Көрсем бола ма? Можно посмотреть деңіз. Все, үшінші сабақ бітті.